Үнем қоғам қуаты жобасы. Үнемділік ырыс, ысырапшылық шығыс. Үнемшілдік яғни үнемдеу. Үнемдеу біле білсеңіз адам бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі болып табылады. Үнемдеу арқылы көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Енді су мәселесіне келейік. Жер бетінің 74% судан, ал 29% құрлықтан тұрады. Су өте көп, бірақ 71% судың 1% ғана ішуге жарамды екен, ал қалғаны жарамсыз. Үйде, жұмыс орындарында, кез келген жерде суды үнемді пайдаланыңыз. Кранды ашып қойып, сарылдатып ағызып қоюды, себепсіз шашуды әдетке айналдырмаңыз. Керек десеңіз, үйде судың тамшылап тұруына жол бермеңіз. Тамшылап тұрған тамшы бір түнде 40 литр суды ысырап етеді екен. Судың да сұрауы бар. Су тіршілік көзі деп бекер айтылмаған. Себебі алғашқы тіршілік судан басталады. Жердегі ең көп таралған заттың бірі су. Су табиғаттың бір бөлшегі. Сусыз тіршілік жоқ. Суды ластамайық, суды таза ұстайық, суды ысырап етпейік. Су деген тіршіліктің наны емес пе? Су деген табиғаттың жаны емес пе? Су жоқ жерде өмір жоқ. Ол ақиқат. Күміс су қара жердің сәні емес. Назарларыңызға рахмет.